біз алдыңғы сабақта біз осы шляпаның қалай тоқылуын көрсеткен болатынмын. Енді біз мына гүлін тоқитын боламыз. Енді ол үшін біз кез келген жібімізді аламыз. Әрине жұқалау болған дұрыс. Осы тоқыған панамка деп айтады, шляпа деп айтады, шапка дей берейік. Осы шапкамызға жалпы бұл гүлді кез келген тоқыма бұйымдарға сіздер тіге аласыздар. Кардиган болсын, шапка болсын, повязка болсын, кез келген бұйымдарға, яғни тоқыма бұйымдарға осылай сандық ретінде тоқып қойсаңыздар болады. Мен мынандай жемчуг тігіп қойдым. Негізі оны өздеріңіз білесіздер, тіксеңіздер де тікпесеңіздер де болады. Әдемі көріну үшін осылай неше түрлі моншақтармен тігіп қойсаңыздар болады. Сонымен біз осы гүлімізді қазір енді ары қарай бастайық тоқылу жолын. Ол үшін мен осы түстегі жіпті алдым. Ең бірінші біз осылай круг жасап аламыз. Сіздер уже білесіздер, менің сабақтарымда осылай бірінші крючокпен тоқылғанда көбінде осылай кругпен бастаймыз. Бірінші бұлай бекітіп алайын кругымды. Ары қарай бір ауа ілмегін тоқимыз. Ары қарай 5 ілмек тоқимыз. Без накида. 5 ілмек 1, 2, 3, 4, 5. Сосын мынау қысқа жіпті тартқан кезде бізде ортасы осылай жабылады. Енді бізде бірінші ілмек ауа ілмегін іліп алдық. Ол бірінші ілмек болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек тоқылды. Енді біз осы бірінші ілмекке, яғни ауа ілмегін іліп алған жаңағы бірінші ілмегімізге апарып, қазір кішкене біріншісінде қиындау болады, осылай алынбай. Міне аяқтаймыз. Осымен жерде бекітіп бірінші рядты аяқтадық. Біз екінші рядта қалай тоқимыз? Енді бір воздушный ілмек ілеміз, ауа ілмегін, одан кейін накид. Сол жаңағы біз бірінші ілмекке аяқтадық қой, осы жерге келіп, осы бірінші ілмекке тоқимыз. Бір столбик с накидом тоқимыз. Яғни осы жерге бір столбик с накидом тоқимыз. Тағы да бір накидпен екінші столбикті тоқимыз. Бізге 3 столбик тоқылу керек. Екінші столбик с накидом тоқыдық. Тағы да бір накид, үшінші столбик. Осы бір ілмектің ішіне тоқып жатырмыз. Келесі ілмекке әлі көшкен жоқпыз. Бір ауа ілмегін іліп алдық, одан кейін 3 столбик с накидом тоқыдық. Ары қарай бір ауа ілмегін ілеміз. Және осы жерге, осы жаңағы біз тоқып жатқан ілмектің ішіне осылай аламыз да, мына бірінші ілмекке осылай қыстырып жібереміз. Сөйтіп осы гүлдің бір жапырағын аяқтаймыз. Ары қарай екінші жапырағына шығамыз. Ол үшін бір ауа ілмегін ілеміз, накид. Енді келесі тұрған, мына тұрған, сіздерге көрініп тұр ма? Мына тұрған ілмекке тоқимыз. Яғни келесі ілмекке бір столбик с накидом, екінші столбик с накидом, және үшінші столбик с накидом осы ілмектің ішіне тоқисыздар. Яғни бірінші гүлдің бір жапырағы, бір гүл қалай тоқылды, екіншісінде солай тоқисыздар. Үшеу тоқыдық. Енді бір ауа ілмегін және осы ілмектің ішіне іліп алып, осы жерді аяқтаймыз. Міне болды. Ары қарай бір ауа ілмегін ілеміз, накид. Келесі ілмекке 3 столбик с накидом тоқимыз. Тура жаңағыдай 1, 2,
3 бір ауа ілмегін және осы жерге қайтадан кіргізіп, мына жұмыс жібін осы мына жіптің арасынан өткізіп, осы 3-ші лепестогымызды аяқтаймыз. Дәл осылай 4-ші, 5-ші, 6-ші лепестокты да дәл осы жолмен тоқисыздар. Міне мен 6 лепестогымды да тоқып болдым. Енді біз қарасаңыздар, мына жерде как будто бір жеке-жеке тоқылған сияқты көрініп тұр, бірақ бұл жеке-жеке тоқылмайды, барлығы бірге тоқылады. Енді біз мынау кішкентай лепестокты тоқып болдық. Енді мынау астындағы екінші үлкен гүлді тоқитын боламыз. Оны қалай тоқимыз? Ол үшін біз мына жібімізді алдық, лепесток гүлімізді. Енді біз 2 ауа ілмегін іліп аламыз. 2 ауа ілмегін ілеміз. Бұлай кері қарай айналдырамыз теріс жағына. Сөйтеміз де, бізде мына теріс жағына айналдырған кезде, мына астыңғы жақта, мына бармақ жақтарыңызды қарасаңыздар, мына 2 лепесток тұр ғой, алды бармақтың жанындағы. Осы 2 лепестоктың ортасында мынандай галочка болу керек. Өздеріңіздің тоқып отырғандарыңыз қарасаңыздар, болу керек, көрініп тұрады. Осы 2 галочка сияқты болып 2 жіп тұрады, мына. Осы 2 жіпті бұлай аласыздар. Түсінікті ма? Мына 2 лепестоктың ортасында осындай галочка сияқты жіп көрініп тұрады. Осыдан аласыздар да бір без накида бір ілмек тоқисыздар. Ары қарай 1, 2 ауа ілмегін іліп аламыз да, қайтадан кері қарай айналдырамыз. Яғни, мына жерде тоқылды, енді одан кейінгі 2 лепесток тұр мына. Бармақтың астында. Осы 2 лепестоктың ортасындағы мына бір галочка сияқты тұрған. Мына. Жалпы көрініп тұрады. Міне, осы 2 ілмекті 2 жіптің ортасынан аламыз ілмегімізді. Сөйтемізді без накида бір ілмек тоқимыз. Ары қарай қайтадан 2 ілмек ауа ілмегін іліп аламыз. Кері айналдырамыз. Тағы да бізде мынада тоқылды. Енді бізде тағы мына 2 лепесток тұр. Осы 2 лепестоктың тура жаңағыдай мына галочка сияқты болып 2 жіп тұрады. Сол 2 жіптің ортасынан жұмыс жібін тартып, бір без накида столбик тоқимыз. Ары қарай дәл жаңағыдай 2 ауа ілмегін тоқимыз. Қайтадан кері айналдырамыз. Міне бізде 2 мына бармақтың жанында 2 лепесток тұр. Осы 2 лепестоктың астындағы тура жаңағыдай мына галочка сияқты 2 ілмек тұрады, 2 жіп тұрады. Сол жіптен жұмыс жібін тартамыз. Міне бір столбик без накида тоқимыз. Қайталаймыз 2 ауа ілмегін. Келесі мына жерге тоқимыз. 2 лепестоктың ортасындағы галочка сияқты болып тұратын 2 жіп. Мына бір столбик без накида тоқыдық. Тағы да 2 ауа ілмегін тоқып аламыз. Қайтадан қаратамыз. Біз уже мына жерден бастадық қой. Енді біз осы жерден келіп аяқтауымыз керек. Мына 2 лепесток тұр. Осы 2 лепесток мына. Міне біреуі мына астында тұрады. Мына біз 2 воздушный ілмек іліп алдық қой осы жерде. Мына жерде тұрады, сіздерге көрініп тұр ма? Осының астыңда тұр міне бір ілмек. Осыны аласыздар міне. Біз жаңа 2 воздушный ілмек іліп алдық, соның астында тұр мына жіп. Мынаны тартамыз, мына жұмыс жібін. Без накида тоқып алдық. Бізде гүліміз оң қаратқанда осылай тұрады. Астында бізде осылай болып тұру керек. Қарасаңыздар, мынандай арочка болып, мынандай арасы тесік-тесік бізде мынандай шығу керек. 1, 2, 3, санасаңыздар 6 болу керек. 4, 5 және мынау 6 артындағысымен. Енді ары қарай біз екінші гүлді тоқу үшін біз енді осылар арқылы тоқимыз, мынау тұрған тесіктер арқылы тоқитын боламыз. 2 ауа ілмегін іліп аламыз. 2 накид ілеміз. Осы мынау тұрған тесігімізге
тоқимыз. Екінші накид, міне. Екі накидпен бір столбик тоқыдық. Келесі екінші накидпен екінші столбикті тоқимыз. 5 столбик екі накидпен тоқуымыз керек. Мына екі накидпен тоқылды. Енді үшінші столбик екі накидпен. Мына төртінші столбик екінші накидпен тоқып жатырмыз. Бесінші столбик екі накидпен тоқыдық. Санаңыздар, өздеріңіз қайталап. Мынау бізде ең бірінші тұрған, ол біздің екі воздушный петлямыз, екі ауа ілмегіміз. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5. 5 екі накидпен столбик тоқып алдық. Енді екі ауа ілмегін, воздушный петля, екі ауа ілмек іліп аламыз да, тура осы ашық жерге, осы тоқыған жерімізге апарып, мына жіпті аяқтаймыз. Міне болды осылай. Енді келесі лепестокқа көшеміз. Ол үшін дәл жаңағыдай екі ауа ілмегін іліп аласыздар. Екі жаңағы накид іліп аламыз. Келесі мына тұрған жерге, ашық жерге екі накидті осылай тоқисыздар. Тоже 2 накидпен 5 столбик тоқимыз. Біреу кетті. Енді екінші столбикті тоқып жатырмыз. 2 накидпен. 2 накид. Үшінші столбик. 2 накидпен. Төртінші столбик. 2 накидпен. Бесінші столбик. 2 накидпен. 2 ауа ілмегін тоқисыздар. Содан кейін тура осы жерге аяқтаймыз бұлай. Дәл осылай мына тұрған ашық жердің барлығына, міне, бізде 6 лепесток шығу керек, осындай орташа. Өздеріңіз ары қарай тағы да 4 лепестокты дәл осылай тоқисыздар. Міне мен екінші гүлді тоқып болдым. Біз мына екінші гүлді, енді біз үшінші гүлді тоқуымыз керек. Ол үшін біз жаңа мына жерге келіп тоқтап тұрдық. Міне мұнда. Енді 3 ауа ілмегін іліп аламыз және кері айналдырамыз. Біз жаңа екінші лепестокты тоқитын кезде бізде болды. Мына екі лепестоктың мына жерінде галочка сияқты көрініп тұрады деп айттым, иә? Мына галочка болып, мына көрініп тұр. 2 жіп. Мына осы 2 жіпті тоқимыз. Без накида столбикпен тоқимыз. Ары қарай 3 ауа ілмегін ілеміз. Келесі тері айналдырып, кері қарай мына 2 лепестоктың ортасындағы мынау галочка сияқты 2 жіпті, мына қараңыздар, көрініп тұрады жалпы мына. Осы екеуін аласыздар да, жұмыс жібін тартып, бір столбик без накида тоқимыз. Ары қарай 3 ауа ілмегін және келесі мына 2 лепестоктың ортасындағы мына тұрған галочка сияқты 2 жіпті аласыздар, өз көзге көрініп тұрады. Тоқисыздар. 3 ауа ілмегі. Келесі 2 лепестоктың ортасындағы мына 2 жіпті аламыз. Ары қарай 3 ауа ілмегі. Келесі 2 столбик, 2 лепестоктың ортасындағы сіздерге. Мына екеуін аласыздар. Бұл бізге келесі гүлдің тоқылуы үшін керек болады. Бұл аркалар жасап жатқанымыз. Енді мына соңғы мына ілмекпен мына жердің ортасындағысын аламыз. Міне мынаны аламыз. Бірінші лепестоктікі көрініп тұрады. Екінші лепестоктың астындағысы мына біз 3 ауа ілмегін ілдік қой. Міне мынаның астында мына
жіп өзі көрініп тұрады. Міне осыдан аламыз. Болды. Бізде міне мынандай аркаларымыз тоқылды, ашық болып, міне қараңыздар. Осылай 6 бізде осылай тесігі бар аркалар пайда болды. Енді біз ары қарай не істейміз? 3 ауа ілмегін тоқимыз. Бізде байқайтын болсаңыздар, мына бірінші гүлін тоққан кезде әр лепестогын тоқытның алдында біз бір ауа ілмегін іліп алдық, бір накидпен тоқыдық, е? Қазір қызметін ұштандырады. Біз жаңағыдай бірінші гүлде тоқыдық, бір накидпен 3 столбик тоқыдық. Келесі екінші лепестокты тоқитын кезде біз 2 ауа ілмегін іліп алдық та 5 столбик 2 накидпен тоқыдық. Енді үшінші гүлді тоқитын кезде 3 ауа ілмегін ілеміз және 3 накид іліп аламыз. Және мынау тұрған алдымыздағы мынау аркаға, яғни мынау ашық жерге осы 3 накидпен ілмекті, мына столбикті тоқитын боламыз. Бұл жерге біз уже 7 столбик 3 накидпен тоқимыз. Бір столбик тоқылды 3 накидпен, екінші столбик 3 накидпен тоқып жатырмыз. Біздің гүліміз үлкею керек, мына үстіңгі гүлдерден үлкен болу керек. Сол үшін де біз 3 столбикпен тоқып жатырмыз. Тағы 3-ші столбигімізді тоқимыз 3 накидпен. Тағы да 3 накид, 4-ші столбик. 3 накид, 5-ші столбик. 6-шы столбик 3 накидпен. 3 столбик 3 накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 7-шісін тоқимыз. 3 ауа ілмегін тоқимыз. Және осы арканың ішіне, осы тоқып жатқан жерімізге мұны біріктіреміз. Болды, бір лепесток бізде болды. Міне бір лепестокты тоқып болдық. Енді екінші лепестокты тоқимыз. 3 ауа ілмегін тоқып аламыз. 3 накид аламыз, іліп аламыз. Сөйтіп, келесі, мына отырған аркаға, мына келесі өзі көрініп тұрады, ашық болып. Осы жерге 3 накидпен бірінші столбигімізді тоқимыз. 3 накид, екінші столбик. 3 накидпен 3-ші столбик. 3 накидпен 4-ші столбик. 3 накидпен 5-ші столбик. 3 накидпен 6-шы столбик. 3 накид. 7-ші столбикті тоқимыз. Ары қарай 3 ауа ілмегін тоқимыз және осы тоқып жатқан жерге апарып біріктіреміз осылай. Болды, бізде екінші лепесток тоқылды. Дәл осы жолмен 4 лепестокты өздеріңіз тоқыңыздар. 3 столбик ауа ілмегін тоқып аласыздар, 7 столбик 3 накидпен тоқисыздар, 3 ауа ілмегін іліп, мына жерге келіп біріктіресіздер. Болды. Дәл осылай 4 лепестокты да
өздеріңіз тоқып алыңыздар. Осылай ортасына келтіріп аласыздар екі жіпті де. Сөйтіп, мынандай ортасына кез келген моншақтарды тоқсаңыздар болады. Мен тағы да мына шапкама жалпы қыздарға әдемілік ұнайды ғой, кішкентай қызыма, мен осыны бұл гүлді де осылай тоқып қоямын деп отырмын, жалпы көремін әлі. Мына жемчугті осы жерге тігемін. Жіппен тоқсаңыздар да болады. Мен мынандай лескамен тіктім, мына жерде де көрінбесін деген. Енді болмаса ақ жіппен тоқсаңыздар да болады. Мынаның леска өте жұқа. Мен енді көбінде тоқып, украшение тігетін кезде осылай көрінбесін деп осылай алып қойғанмын арнайы. Осыны мынандай инеге өткізіп аламын. Қарасаңыздар, бұл көрінбейді. Тіккен кезде де тоже көрінбейді. Осындай лескамен мен қазір сіздердің уақыттарыңызды алып тікпей ақ қояйын. Мына жерге осыны тігіп аламын. Одан кейін барып жаңағы қоятын тігетін жерге апарасыздар. Мына теріс қаратасыздар да, мына жіпті осылай астынан тартып алып, байлап қойсаңыздар болады. Міне, мен қазір енді жемчуг тігемін мына жерге. Сонымен мына осылай әдемі болып тұрады. Екеу, үшеу қылып тоқып қойсаңыздар да тоже шапкаға бір ерекше, бір өзінше әдемілік беріп тұратын болады. Сонымен сіздер де осыны міндетті түрде тоқып көріңіздер. Қараған кезде мүмкін сіздерге бір қиын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ қиын емес. Бір гүлді тоқсаңыздар, уже ары қарай ешқандай видеоға қарамастан уже тоқи алатын боласыздар. Ал бірінші гүлді тоқыған кезде міндетті түрде менімен бірге отырып, тоқтатып қойып, ары қарай тоқып, менімен қайталап отырып тоқитын болсаңыздар, сіздерде бұл гүл шығатын болады, өте әдемі шығатын болады. Сондықтан да сіздер де міндетті түрде тоқыңыздар, және тоқыған бұйымдарыңызбен бөліссеңіздер болады. Комментарийға жазып кетіңіздер, тоқыдыңыздар ма, қалай шықты Инстаграм. Сонымен менің жұмысыма лайк басыңыздар, және де колокольчик белгісін басып кетіңіздер. Мен сіздерге әлі де осындай пайдалы дүниелермен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып кетуді де ұмытпаңыздар. Сонымен сау болыңыздар.